Оңтүстік фильм ұсынады. Жіпті керсең мысалы, шың етері әуені жарқын түртісі. Ал садақ тартсаң, дің етер кәдімгі домбыраның үлгісі. Бастауын алған бұл дыбыс адамзатқа ұнаған, әлемдегі көн аспап домбыраны құраған. Домбыраның қадірін ұғына білген ұл адам, қасиетпен кені бағалауын сұранам. Табиғаты ерекше, құдіреті өнінде, таң қалдыра әлемді табындырды бүгінде. Бодандықта көріп тау, жете алмастай бүгінге, тесіп шығар тектілік деген рас түбінде дейді. Үш құрама домбыра дейді. Мынау авторлық жұмысым, үш қана құрамасы құрылды, үш жақтан міне. Баяғы көне бабалардың жолымен жасалған домбыра. Тартқан кезде айналып кетпес үшін, негіз бұрын домбыра солай болған. Дөңгелек домбыра ол кейіннен пайда болды ғой, біз батыс жақ, Ресей жақтан келді. Домбыра аласың, үстіңе жабысып тұра қалады міне. Тартасың, тартып үйренетін адам техникасы дейді ғой. Соғанда зиян тимейді. Енді үйреніп отырады, айналып кетіп жатпайды, тек қана мына үйреніп тарта білуге ыңғайлы өте. Үш құрама домбыра дейді бұны. Мына бала домбыра дейді. Бала домбыра деген болады, балауса домбыра деген болады. Соны кәдімгі үлкендер ойнайтын үлкен домбыра. Мынау енді балауса домбыра. Кішкентай ғана міне. Бұл бұрынғы дыбыс береді. Баяғы Біржан Сал, Мәдидің замандағы домбыралар сияқты. Атыңнан айналайын қар-қарылы, сенен болып менен қайғы тарқамады. Саяңнан сайға құрылу сая таппай, мен бір жан қуғын көреген арқадағы. Мінекей, міне үш құрама домбырамыз. Мынау енді үлкендері, бұның дыбысы жоғарылау шығады енді кішкене. Міне. Мінекей бұл домбырамыз. Мына жұмысым көрсетейін. Бұл жұмысым Түркістан деген жұмыс. Ахмет Яссауидің кесенесімен жасалған жұмыс. Мінекей. Мына арт жағы былай болып келеді. Мына мөрі тұр. Арыстан бабтың мөрі. О, қасиетті әулие бабаларым, көз түссе кесенеңе тәубаладым. Пір тұтып өнеріме қостым сізді, пір тұтпасам несіне қаумаладың. Міне шықты шанағы домбыраның, өз ойыма толқыдым балбырадым. Әкеден қалған дүние мал болмайды, мұрағып өнерімді қалдырамын деп сөйлетіп қояйық. Мына жерде Тайқазан бейнесі тұр. Енді бұл Түркістан деген авторлық жұмысым, бұл композициялық жұмыс бір жағынан. Бұның дыбысы бұл өзіндік ерекшеліктер болды дыбыстың. Келем тау ішінде түндері етіп, аймақты күңірентіп өлең кетіп.
астымдан мінген атым сылаң қағып жалтақтап құлақтарын елеңдетіп ақбозат менің тұлпарым шалқыған көңілі сұңқарым көкірек кере жұттым мен даланың жазғы жұпарын ақыл сүмбілі шаш тәттай сөзің қара көзім білгейсің келгенімді жалғыз өзім. Өнер дами берсін, мынау әсіресе кейінгі ұрпақ дейді ғой, біздің болашағымыз. Мынау ұрпақтар осы ұлттық рухта тәрбиеленсін, домбыраны мейлінше жақсы көрсін, домбыраны сүйсін. Бұл біздің өнеріміз қанмен барады, қанымызда бар нәрсе. Домбыраның үнімен тәрбиеленіп өсу керек бала. Осы домбыраның үнімен өссе бала, ол баладан ішіндегі қан тамырында ұлттық рухтарын қозғайды бұл домбыра, оятады. Бұл тылсым күштері. Бұл іште жатқан тылсым домбыра қозғайды. Бала ерекше бала болады. Домбыраны, қобызды бесігінен тыңдаған бала, даже ана жатырынан бұл ерекше бала болып дүние келеді. Мен айтарым осы, өнеріміз дами берсін, ұлттық дәстүріміз еш уақытта шектелмесін.